Сәлем достар, сіздермен осындай кәдіден құймақ жасап көрсететін боламын. Күшті, өте дәмді болып шығатын рецепті міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізге бір орташа кәді керек болады. Жақсылап майда жағымен үккіштен осылай өткізіп шығамыз. Тек сыртын айналдырып өтіп шығамыз. 300 граммдай керек болады бізге жобамен. Ішкі жағын тұқымына дейін тек түркілейсіздер. Бізге тұқымы керек емес. Осылай жақсылап айналдырып түркіден өткізе бересіздер. Кәдіден бірінші рет жасап көріп жатыр. Маған өзіме ұнады, қатты. Диета ұстап жүрген кісілер болса өте пайдалы екен. Аз проценттік 1,5, 2,5 кефир қосып жасай берсеңіздер, өте пайдасы зор тағам екен. Жасап көріңіздер, міндетті түрде дәмді шығады. Осылай блендермен, я болмаса погружной, я стационарный, мясорубка, қол мясорубкасы болса да, осылай миксерлеп алғандарыңыз жақсы, я болмаса блендерлеп өткізесіздер. Барынша жасыл түсінен алдыңыздар. Кәдінің сол кезде түсі де әдемі болады. Көріп тұрғандарыңыздай бізге түсі әдемі болып, жасыл болып шықты. Бояу қосқандай болып тұр. Осылай блендерлей бересіздер. Көріп тұрғандарыңыздай әп-әдемі, жасыл әдемі түс болды бізде. Бізге 3 жұмыртқа керек болады. Бөлек-бөлек жарамыз. Өйткені кейбірде жұмыртқаларымыз бұзылып шыққан болса, сол кезде бірден салып жіберсеңіздер, бүкіл тамақтарымыз ысырап болып шығады. Сондықтан бөлек-бөлек осылай жарып алғандарыңыз жөн. Осылай жарып алдық. 400 грамм кез келген айран қойсасыздар. 3-те 2, 2-де 5, я болмаса 1-де 5 аз проценттігін алған жақсысы. Негізінде 1-де 5, 2-де 5 сұйықтау, осыны алғандарыңыз жөн, блиныйға жақсы кетеді. Осылай венчикпен бұлғайсыздар. Орташа шай қасықпен тұз салдық. Алдын ала електен өткізілген бізде ұнымыз бар, 200 грамм. Соны жайлап 2-3 бөліктен салып отырасыздар, бөліп венчикпен бұлғай бересіздер. Түйірі қалмау керек, жақсылап осылай венчиктің көмегімен бұлғап аласыздар. Кәдімгідей құймақтар сияқты бізде кішкене сұйықтау болғаны жақсы. Аз проценттік алсаңыздар айранды. Өзіме осы рецепті ұнады, жасап көріңіздер, міндетті түрде дәмді шығады. Орташа шай қасықпен ас содасын саламыз, жақсылап тағы да бір бұлғап шығамыз. Үш қасық, ас қасық сұйық май қосамыз. Кез келген тек иісі болмаса болды. Ішіне шамалы укроп турап жібердім. Я болмаса сухой түрі болса да болады. Кептірілген. Осылай блинницамызды майлап аламыз да құймақтарымызды пісіре береміз. Жай қастырып осылай жайып шығасыздар. Жай отты. Осылай пісіресіз де аудара бересіздер. Өте керемет, дәмді болып шығады. Жай отта пісіре бересіздер. Осылай 1-2 жасап көрсеттім сіздерге. Ал ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Күшті, керемет рецепт деп айта аламын. Өзіме ұнады, отбасыма да ұнады. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп, көптеген рецепттерді жіберіп алмаңыздар. Сау болыңыздар.